Сәлем, осы видеода мен қалай продуктовый корзина жинаймын үйрететін боламын. Мен осындай Faberlic деген приложениесіне кіремін. Ол жерде өзіме ұнаған корзинаға заттарды салып аламын. Ол үшін товары деген жерге кіріп, мысалы қазір бір затты салайын. Уход за лицом деген дневные. Так, осы бір кремді ала қояйық. Мына жерде мен корзинаға салдым. Осылай салып аламыз да, сосын өзімізге ұнаған заттардан осылай набор жинаймыз. Вот. Одан кейін продуктыларды кіріп, осылай скрин жасап алам. Или вот наверху с правой стороны значок бар, соған басамын. Содан ол уже загрузкаге түседі. Осы картинка сразу сохраняться етіледі. Вот. Успешно сохранено деп тұр. Осылай сохранять етіп аламын. Так. Содан кейін мен InShot деген программаға кіремін. Осы InShot программасында осындай набор жинаймын. Қазір мынаны удалить етіп тастайын. Жаңадан новый корзина қазір жинаймыз. Ол үшін фото деген ортасында тұрған жерге басамын. Любой фонды аламыз. Можно простой фон, можно бір картинканы алуға. Мен осылай картинканы алам да, содан кейін стикердерді қосамын. Стикері деген төмен жағында стикері деген смайлик тұр, соған басамын. Сол жерде осылай фонедер шығады. Вот, екінші картинкеге басамын. Мына жерде сосын әртүрлі уже мен товарларды загружать етіп қойдым. Выберите из камеры roll деген жерге басып, осыларды товарларды қосамын. Вот, мына жерден. Любойын, мысалы, сауынды қостық. Тағы да басқа товардарды қосып, өзімізге ұнаған жерге қойып аламыз. Басқа товар мұны. Осылай жинап, сосын наборлы әртүрлі набор жинауға болады. Бағасын шығарамыз. Лучше новичоктың бағасын алу керек. Жаңадан тіркелген. Кейбір картиналар осылай загружаться етілмейді, ол үшін басқа түрін алам осындай қылып. Так. Осылай әртүрлі наборларды жинап аламыз. Сосын текстовый неден шығарамыз. 50 балл, 25 балл әртүрлі набор өздеріміз жасаймыз, өзіміздің вкусымызға қарай. Осындай наборды жинап, сосын бір-бірімізбен бөлісіп отырайық. Чатқа салып, статусқа салып, адамдар әртүрлі наборларға келеді. Сәттілік тілеймін.